Оңай түйілетін және дастарханда ерекше әдемі көрінетін 3 түрлі формадағы булочканы рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып және каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен жылы сүт пен судың үстіне қант, тұз және дрожжымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін 2 жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Оның үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Ең соңынан ұнды аз-аздан қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Алғашқы уақытта қасықпен илеген ыңғайлы. Қасықпен қиындағаннан кейін қолымызбен жалғастырамыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығу қажет. Оның бетін жауып, көтерілгенше қалдырып қоямыз. Булочкамыз көтерілді. Булочканы жақсылап қайырып аламыз да, бетін жауып, тағы екінші көтерілгенін күтеміз. Біздің булочкамыз екінші рет көтерілді. Енді қолымызды майлап алып, осындай кішкенеден алып, шариктар жасаймыз. Мен таразыны қолданып, әр қайсысын 90 граммнан өлшеп шықтым. Егер сіздерде таразы болмаса, просто көз мөлшерімен жасай берсеңіздер болады. Бетін клеенкамен және орамалмен жауып, жарты сағат ұстаймыз. Кішкене көтерілгеннен кейін булочкамыздың формасын жасауға кірісеміз. Ең алдымен қамырымызды жайып аламыз. Бұл бабочка булочкасы. Және астынан 2 тілім, жоғарыдан 1 тілім, 2 жанынан 2 тілімнен кесіп шығамыз. Жанындағы ортаңғы бөлігін көтереміз да, оның жанындағы 2 бөлігін бір-біріне біріктіреміз. Қайтадан орнына қоямыз және ең астындағысын ортасына айналдырамыз. Сол кезде бізде булочканың формасы шығады. Екінші рет көрсетейін. Қамырымызды жайып аламыз. Астынан 2 рет, жоғарыдан 1 рет кесеміз және 2 жанынан 2 рет кесеміз. Жанындағы ортасын жоғарыға көтереміз да, оның астындағы 2 бөлігін бір-біріне біріктіріп жабыстырамыз. Ең астын ортасына айналдырамыз. Ұштарын қысып қойсақ, осындай әдемі бабочканың формасы шығады. Оның бетіне 1 жұмыртқаның сарысы және кішкене ғана сүт құямыз. 1-2 қасық сөйтіп араластырамыз да, бетіне жағып шығамыз. Осы булочканы қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Біздің алғашқы булочкамыз пісіп жатқан кезде екінші булочканың формасын жасай берейік. Ол үшін бізге баклажканың қақпағы қажет. Оны булочканың дәл ортасына орналастырамыз, басамыз да, шет-шетін барлығын кесіп шығамыз. Одан кейін кесілген бөліктердің барлығын осылайынан саусағымыздың ұшымен қысып, гүлдің формасын жасап шығамыз. Және ең ортасына кез келген салманы қолдансаңыздар болады. Мен малинаның вареньесін қолдандым. Ортасына вареный сгущенка қолдансаңыздар да болады. Дептікі жақсы. Осылайынан барлығын жасап шығамыз және жаңағы жақпамызды булочкамыздың бетіне жағып аламыз. Ең соңынан сәндік үшін кунжут немесе мак сепсек болады. Бұны да
духовкаға 180 градусқа 20 минутта пісіріп аламыз. Біздің алғашқы булочкамыз пісті. Енді үшінші булочка үшін бетіне осындай крошки қолданамын. Ол крошкиға ұн, қант және бөлме температурасындағы еріп тұрған майды қосып, үшеуін жақсылап араластырамыз. Сол кезде осындай крошки шығады. Бұл булочканың формасын жасаудың қажеті жоқ. Тура осылайынан рисктің үстіне орналастырамыз. Бетіне жақпамызды жағып шығамыз. Барлық шетіне әдемілеп жағып аламыз да, кейін крошкемізді жақсылап сеуіп аламыз. Бұл булочкада өте дәмді болып шығады. Бетіндегі крошканың өзінің де дәмі күшті болады. Дәл жаңағыдай 180 градуста пісіріп аламыз. Біздің булочкаларымыздың барлығы да пісті. Өте әдемі және жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің еңбегімді де бағалап, видеома лайк қойып қойыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.